Диана ханым Айда мен Нұрдәулеттің ажыраспағанын хабарлады. Диана Скатова Қырғызстанның Бішкек қаласына сапары барысында қырғыз жанкүйерлерімен кездесу өткізіп, олардың сұрақтарына жауап бергенін білетін шығарсыз. Кездесу барысында ол Айда мен Нұрдәулеттің ажыраспағанын, бұл уақытша жағдай екенін, жақын арада қайта бірге болатындарын айтты. Диана ханымның бұл сөзін Айда да растады. Айда Диана ханымға біз ажыраспадық деп жауап берді. Айда мен Нұрдәулет, Айданың өзі отыр ғой, әлі екеуі бірге, Құдайға шүкір, оларда бәрі жақсы. Арасында ұрсып тұрады, ничего, бәрі жақсы болып кетеді. Бұйырса, негізінде мен сенем, бұйырса той болады, тойға дейін жетеді дегенге сенем. Және Нұрдәулет қалай? Жақсы. Бола ма? Болады. Сонда бұған не дейміз? Өйткені ол жақында Қосылайық тележобасының қатысушысы болып, Айда екеуі екі жаққа кеткенін жария еткен болатын. Кім шын айтады, кім өтірік айтады түсініксіз. Мүмкін Диана ханым қырғыз жанкүйерлерін алдаған шығар, немесе Айда Диана ханымды алдаған шығар. Бұл жағы әзірге әлі белгісіз. Нұрдәулеттің жобаға келуі көптеген көрерменнің наразылығын тудырды. Нұрдәулеттің әлеуметтік желідегі парақшасына желі қолданушылары жағымсыз сөздер жазып, тіпті қарғыс айтуда. Себебін жұрт біледі, қайта қосыламыз деп жүрген Айданың күні жылаумен өтуде. Тікелей эфирге Нұрдәулет туралы сұрақтарға мұңды көздермен жауап берген Айда қызымыз бізді ештеңе байланыстырмайды деп көзіне жас алды. Айданың жақында сөйлеген сөзі жұртты тағы да таң қалдырды. Оның сөзінде Нұрдәулетті 5 ай сүйреп жүрдім, махаббатым үшін күрестім, бірақ Нұрдәулет әрекет жасаған жоқ дейді қызымыз Айда. Бұл туралы Диана ханым мен Альмира ханым да білді. Көріп тұрғаныңыздай, оның маған деген махаббаты шынайы болмағаны өкінішті. Айда қызымыз бүгін тікелей эфирге шығып, үндемей көз жасын сүртіп отырды. Желі қолданушылары Айдаға не болды деп сұрағанда, ол көз жасын сүртіп үнсіз қалды. Айда қызымыз депрессияға ұшырап жүрген шығар. Себебі жақында Диана ханыммен сұхбатында біз ажыраспадық, әлі де біргеміз, тек ұрысып қалдық деген сөзі көптің есінде. Әйтеуір Айданың Нұрдәулетке деген үміті сөнді. Нұрдәулет енді жаңа қатысушы.